бүгінгі сабаққа саған келіп рахмет, Марал, бүгінгі сабаққа жақсы баға тілеймін. Рахмет, Марал, мен сен бүгінгі сабақта бақыт тілеймін. Мен саған бүгінгі сабаққа тілеймін. және ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу мақсатында көрдіңіздер ғой, әртүрлі ою-өрнектер бейнеленген. Соны ашасыздар артында сұрақтар жазылған, сұрақтарға бір-бірден шығып жауап берейік. Және қай топша? Қай топша бастайсыздар? Арай. Егде адамдарда жиі кездесетін асқазан ауруы қандай? Егде адамдарда жиі кездесетін асқазан ауруы ол созылмалы гастрит. Шықатудың алдын алу үшін не істеу керек? Шықатудың алдын алу үшін бізде таңертең жылы су ішу керек, және көкөніс пен жемісті көп жеу керек, дейіп қозғалыстың белсенді болу керек. Рахмет, ашып кетіңіз, сұрағыңызды ашып кетіңіз. Егде жастағы іш қатудың негізгі себептері бізде ішек моторикасының бұзылуы, сүйек газ ішу қозғалысының аз болуы, нәрлік заттарды көп қолдану және созылмалы ауруы. Рахмет, келесі. Егде адамдарда асқазан моторикасының төмендеуі қандай мәселе туындайды? Яғни бізде егде адамдарда тамақ ішу төмендеп қалады, яғни аппетит болмағандықтан үнемі тамақ ішкен тамақтары қалып, содан адамда қыжылу, іштің қатуы немесе кекіру болады. Біз демалған кезде диафрагма мен қабырға аралық бұлшық еттердің жиырылуы кеуде қуысының көлемін ұлғайтады. Содан кейін пассивті түрде өкпенің кеңеюі жүреді, және осылайша оларға ауа ағады. Біз дем шығарған кезде кеуде қуысының көлемінің азаюына байланысты өкпеден ауа шығады. Дем алғандағы ауа мұрын қуысы, ауыз қуысы, жұтқыншақ қуысы және кеңірдек арқылы негізгі ауа тамырларына түседі. Негізгі ауа тамырлары ауаны өкпеге жеткізеді. Олар ауа тамырлары және одан әрі ауа тамыршаларына таралады. Бұл Y тәрізді бұтақтар, оның ішінде негізгі бронхтар 20-23 ұрпақты құрайды. Тыныс алу аймағы 17-ші бөлімнен басталады, яғни газ алмасу ауа тамыршалардың қабырғалары арқылы да жүреді. Терминал тармақтары альвеолярлы қапшықтармен аяқталады. Бұлардың қабырғалары қарапайым жалпақ эпителийден тұрады. Ол арқылы газ алмасу жүреді. Оттегі қанға сіңіп, көмір қышқыл газы қапшықтарға бөлінеді. Яғни өкпе тізбегіндегі қан оттегімен қанықтырылады. Оттегін біздің денеміздің жасушалары метаболизм үдерісінде пайдаланады. Олар қосымша өнім ретінде көмір қышқыл газын шығарады. Гериатриялық пациенттердің тыныс алу жүйесінің қызметі бұзылған кезде күтім жасау. Тыныс алу жүйесінің қартаю ерекшеліктері. Тыныс алу жүйесінің қартаю ерекшеліктері кеуде қуысының сүйектері мен бұлшық еттерінің, бронхтардың, өкпе тінінің және газ алмасу ерекшеліктерінің жасқа байланысты өзгеруі. Қартаю үдерістерінде тыныс алу жүйесінде маңызды морфологиялық және қызметтік өзгерістер болады. Мұның бәрі өкпелік вентиляцияны бұзады. Қарттық жаста трахея 5-ші кеуде омыртқа деңгейінде төмендейді, қуысы кеңейеді, қабырғалары кальцийленеді. Бронхтардағы цилиндр тәрізді эпителий көп қабатты жалпақ эпителийге айналады. Қабырға шемішектері сүйек тініне айналады. Төменде егде жастағы қарт адамдарда жиі кездесетін тыныс жүйесінің аурулары. Жасы ұлғайған сайын адамның иммундық жүйесі әлсірейді. Өкпе тіндері мен тыныс алу бұлшық еттерінің серпімділігі төмендейді. Осы себепті пневмония, бронхит және астма аурулары егде жаста жиі кездеседі. Компресс. Білім алушылар, енді топтық жұмысқа кезек берсек, қазір мен егде жастарда осы тыныс алу жүйесі бойынша жиі кездесетін екі жаңағы белгілі ауруларды айтып өтемін. Одан кейін сол аурулар бойынша клиникасы, жалпы емін,
Одан кейін ең басты мақсат күтімін жазып кетулеріңіз керек. Осы егде жастағылар да бар, қалай күтім жасайтыныңызды. Сол бойынша топтық жұмыс жасап, осы алдарыңызға бір плакат беремін, осы қорғайтын боламыз, иә. Сіздердің топшаларыңызға бронх демікпесі, сіздердің топшаларыңызға пневмония, яғни өкпенің қабынуы, иә. Жалпы анықтама берем. Бізде бронх демікпесі дегеніміз бұл тыныс алу жолдарының созылмалы аурулардың тобына жатады. Яғни ол кезде тыныс жолдары тарылып, тіркендіргіш сезімталдығы арта түседі. Соның арқасында ауа өтуі қиындайды және де тыныс шығу ұстамаларымен бірге қатар алып жүріледі. Демікпесінің белгілеріне келетін болсақ, бізде тыныс шығу ұстамалары сырыл, біздің дем шығарған кезде ысқырықта байқалады. Диагностикасына келетін болсақ, ең бірінші анамнезде біз тұқым қуалаушылық факторлары бар ма, жоқ па, аллергиясына мән береміз. Содан кейін физикалық тексеру, бұл кезде біз перкуссия, аускультация жүргіземіз. Перкуссия кезінде қорап тәрізді сырыл шығатын болса, аускультация кезінде құрғақ ысқырық сырыл естілетін болады. Содан кейін зертханалық, бұл кезде біз қанның жалпы анализін тапсырамыз, ол кезде эозинофилия жоғарылап кетеді. Содан кейін қосымша зерттеу әдістері, бұл кезде біз рентген және де ЭКГ түсіреміз, бактериологиялық зерттеуді жүргіземіз. Бізде бронх демікпесімен ауыратын адамдарға күтім көрсету, ол бізде бірінші науқасқа тыныш, таза ауасы бар бөлме беру, және де ол бөлмені жеңілдету, ауамен ылғалдандыру. Бөлмеде темекінің түтіні мен шаң сияқты тітіркендіргіштердің болмауы, киім мен төсек жабдығы жұмсақ, бізде жүнсіз, таза болуы тиіс. Және де бронхолитиктер мен қабынуға қарсы дәрілерді уақытылы қабылдау болып табылады. Біздің тақырып пневмония. Пневмония дегеніміз ол бізде өкпе тінінің, яғни альвеолардың қабынуы. Оның нәтижесінде бізде ірің, сұйықтық жиналып, газ алмасу процесі бұзылады. Негізгі себептеріне келетін болса, ол бізде инфекциялардан, яғни бактериялардан, вирустардан, суық тиюден, иммунитеттің төмендеуінен және темекі шегуден, зиянды әдеттерді қолданудан, және созылмалы аурулардан және ұзақ уақыт жатудан пайда болады. Бізде дене қызуының көтерілуі, бас ауыру, әлсіздік, тәбеттің болмауы, тыныс алудың қиындауы, кеуде тұсында қатты ауырсыну болады, сосын әлсіздік болады. Күтім бұл бізде ең бірінші өте маңызды нәрсе болып келеді, яғни геронтологиядағы тыныс алудағы күтім ол бізде ең бірінші осы кезде әртүрлі аурулардың алдын алу, содан кейін әртүрлі жаңағы оттегі емдеулерін алып отыру керек болады. Оттегі емдеуі терапиясы, яғни бізде оттегі жетіспеген кезде жүрек қан тамыр ауруларымен және де тыныспен ауырып болған кезде осы қолданылу керек болып табылады. Және де бізде көрсеткіштері ең бірінші цианоз, ентігу, содан кейін тыныстың жеткіліксіздігі, яғни тыныстың аз болуы. Ең бірінші біз дайындаймыз оттегі баллонын және де маска, бізге қажетті ерітінді және де керек заттарды дайындап алғаннан кейін пациентімізге баллон арқылы маскамен жаңағы оттегі терапиясын қосып береміз. Яғни оған өзінің нұсқаулығы бойынша дәрігердің нұсқаулығымен мөлшерімен дұрыстап жасап береміз. Яғни оған жасап бергеннен кейін ең соңында пациенттің жағдайын қарап, қалай болғанын сұрап, содан кейін барып орнынан тұруға рұқсат береміз. Білім алушылар, қараңыздар, сілтеме арқылы кіргеннен кейін аты жөндеріңізді, ол автоматты түрде электронды пошталарыңыз жазылады. Одан кейін аты жөндеріңізді жазасыздар. Одан аты жөндеріңізді жазасыздар да, сұрақ, жауап, сұрақ, жауап, сұрақ, жауап, сұрақ, жауап, және де жіберуді басасыздар, болды. Түсінікті ғой? Gündüzde, tünde de seni özledim. Kimsin sen, kaydasın, sonu bilmedim.
бірде барсың, бірде жоқ, сен білесің. Ең бірінші науқасқа түсіндіріп оның келісімін алатын боламыз. Келісімін алғаннан кейін қолымызды гигиеналық деңгейде өңдеп, қолымызға перчатка киіп аламыз. Одан кейін ингалятордың үстіне арнайы дәрілік затымызды енгізіп, оны 1-2 рет шайқап аламыз. Шайқағаннан кейін ингалятордың мұншықтың, яғни тазалығын және өткізгіштігін тексеріп алатын боламыз. Одан кейін науқасқа келіп, ыңғайлы қалып береміз, отырғызамыз. Отырғызғаннан кейін мұншықтықты еріннің астыңғы ерінге тақап, терең демалуын сұраймыз. Науқас терең демалған кезінде дәрілік затты 1-2 рет басып, демін ішінде 10-12 секунд ішінде сақтап тұруын сұрайтын боламыз. Себебі дәрілік зат альвеолардың ішінде сіңуі үшін дәрілік затты демді сақтап тұруын сұрайтын боламыз. Одан кейін дәрілік затты ингаляторда ақырын алып, оны залалсыздандыруға жіберетін боламыз. Қалта ингаляторын қолдану бұл бізде берілген дәрілік затты өкпеге бірден, яғни тыныс жолдарына бірден жіберу үшін қажет болып табылады. Ең бірінші бұл бізде қолдану көрсетілімдеріне келетін болсақ, бұл бізде бронх демікпесінде, астмада, яғни спазмдарда қолданылады. Оның кейбір кездерде қолдануға болмайтын уақыттар болады, яғни ол бізде осы ауруларда ең бірінші адам ес-түссіз жатқанда, есін білмегенде, жүрек соғысымен өте қатты үлкен аурулар болған кезде, және де өкпеден қан кету деген секілді үлкен жарақаттарда, яғни бұны қолдануға болмайды. Біз дайындаймыз жаңағы бізге қажетті дәрілік затты, содан кейін пациентке арналған спиртпен өңделген мықты шариктерін дайындап, ары қарай алгоритмін жасаймыз. Бізге ең бірінші дәрілік затты, яғни ингаляторда қолданбас бұрын, ең бірінші науқасқа түсіндіреміз. Түсіндіріп келісімін алатын боламыз. Келісімін алғаннан кейін қолымызды гигиеналық деңгейде өңдеп, перчатка киеміз. Перчатка кигеннен кейін арнайы дәрілік затты енгізіп, оны шайқап аламыз. Шайқап алғаннан кейін дәрілік заттың өткізгіштігін, яғни тексеріп аламыз. Өткізгіштігін тексергеннен кейін Іс-әрекет алгоритмі. Науқасқа емшіға барысын түсіндіреміз, рұқсатын аламыз. Қолымызды гигиеналық түрде өңдейміз. Оттегі жасқышасының түскішесіне масканы жалғаймыз. Маскаға 4 қабатқа жиналған дәке салфеткасын қоямыз. Науқастың аузына жалғаймыз. Бізде маска 1-1,5 сантиметр ауыстыру керек. Және оттегіні реттейтін боламыз. Ол бізде минутына 4-5 литр. Науқасқа демді ауызбен, ал дем шығаруды мұрынмен шығаруын түсіндіреміз. Бізде оттегі біткен сайын біз оны бұрап отырамыз, оттегінің толық біткенше. Содан кейін масканы алып, дәке салфеткасын қауіпсіз жүру контейнерге ал масканы залалсыздандыруға жібереміз. Ол бізде 70% спирт ерітіндісімен немесе 3% сутек астың толтығымен жүргізіледі. 2 рет 15 минуттан. Содан кейін бізде қолымызды жуып кептіретін боламыз. Ескерту, оттек жасқышасын толтырар кезде қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтаңыз. Жеке түкіргішті қолдану негізгі мақсаты бізде қоршаған ортаға қауіпсіздікті қамтамасыз ету саналады. Қолдану көрсетілімі өкпе туберкулезін және де тыныс алуға өкпе ауруларын білу болып саналады. Негізінен бізге жеке түкіргіш қажет болады және дезинфекторлар қажет болады. Ең алдымен бізде осы жеке түкіргіш жайында науқасқа әңгіме жүргізетін боламыз. Әңгіме жүргізгеннен кейін науқастың қолынан таза, құрғақ жеке түкіргішті беретін боламыз. Жеке түкіргішті бергеннен кейін біз 3-тен 1 бөлігін дезинфектанттармен толтырамыз. Толтырғаннан кейін қалған бөліктердің барлығын науқасқа 1 тәулік бойы оны жинауын сұрайтын боламыз. Қақыртты жинауын сұрайтын боламыз.